Ұлы ақынның асыл мұрасы Қарағанды төрінде қайта жаңғырды. Орталық саябақта өткен салтанатты концертте Абайдың аңызға айналған шығармалары әуезді ән, әсем би мен отты өлең арқылы көрерменге жол тартты. Қала тұрғындары ашық аспан астында хакімнің баға жетпес рухани қазынасынан қуат алды. Мерекелік кештің қалай өрбігені жайлы алдағы сюжетте. Абайдың жазғаны жанды тебірентіп, санаға салмақ салар терең тағылым. Әр сөзінің астарында адамды ойлануға, өзін түзеуге үндейтін үлкен мән жатыр. Ұлы ақынның туған күніне орай қарағандылықтар Абайды ардақтады. Хакімнің мұрасын дәріптеуге арналған жиынға қала тұрғындары мен мәдениет саласының өкілдері қатысты. Кеш барысында ақынның сөзіне жазылған әндер мен хакімнің шығармалары орындалып, тыңдаушылардың көңілін сергітті. Бүгінгі саябақта өтіп жатқан іс-шара Абай күніне арналғандықтан, бүгін Абайдың әндері орындалады. Концерт халықты рухани байытады, және саябақта демалып жүрген адамдарға өте үлкен өзінің бір демалысын сыйлайды. Абайды оқы, жалықпа, Абайға құрмет, қазақ әдебиеті мен мәдениетіне құрмет. Кешке жиналған көпшіліктің пікірі осындай. Әнге айналған Абай мұрасы музыкалық кеші де қарағандылықтарды бей-жай қалдырған жоқ. Айттым сәлем қалам қас, сегіз аяқ көзімнің қарасы желсіз түнде жарығы сынды. Абай әндері кештің көркін келтіріп, көрермен көңілін сергітті. Абай мұрасын насихаттау мақсатында 50 шақты шара ұйымдастырылуда. Оның қатарында таңертең біз енді өзіміз қатысқан Абай ескерткішінің қасында гүл шоқтары қою рәсімі өтті. Одан қатар жаңағы Момышұлы кітапханасы ашылды. Момышұлы 28 мекенжайы бойынша Момышұлы атындағы кітапхана ашылды. Ағартушының рухани мұрасына арналған концерт қала көлемінде ұйымдастырылған мәдени іс-шаралардың бір бөлігі. Күні бойы тұрғындар үшін ақын шығармашылығына арналған кітап көрмелері мен танымдық мәдени іс-шаралар өтті. Мұндай басқосулар жас ұрпақтың Абай мұрасын тереңірек танып, ұлттық құндылықты бойына сіңіруіне мүмкіндік береді. Әсіресе Абайдың толық адам туралы философиялық ойлары ғасырдан астам уақыт өтсе де маңызын жоғалтқан жоқ. Тамыз айының басынан бастап челлендж өтіп жатыр. Зиялы қауым қатысты, мемлекеттік қызметшілер қатысты, бұның ішінде кітапхана оқырмандар қатысты. Сондықтан да барлығымыз ортақ міндет Абай Айбайымның жұмыстарын насихаттау. Осылайша бір алаңға кәсіби өнерпаздар мен қала тұрғындарын жинаған концерт Абай мұрасының уақыт өткен сайын жаңғыра түсетінін тағы бір мәрте көрсетті. Қала жұртшылығы хакімнің білім, еңбек пен бірлікке үндеген өсиетінің әлі де өміршең екендігін танытты. Ақынның әуезді әндері мен терең мағыналы шығармалары көрерменге рухани азық сыйлап, қазақтың ән өнері мен әдебиетіндегі өміршеңдігін жалғастыра бермек. Диана Саятқызы, Оксана Митюхина, Равиль Валеев, 5-ші арна.